Қазақ эстрадасында әншілер саны күн сайын көбейіп келеді. Сахнаға шығу арқылы түсетін табысының көптігіме әлде өнерсіз өзін елестете алмайтын шын таланттар көп пе? Егер көп болса, неге олар топ жарып шықпайды? Көшке ілесіп келе жатқан дуэттің бірі Рауза Аман мен Ринат Тәттібай. Жаңа құрылған дуэт әншілердің көксегені не? Тілші бейнематериалында. Жаңа жұп ретінде сахнаға шығып дуэт бола бастаған өнер иелері Рауза Аман мен Ринат Тәттібай. Кездейсоқ қосылған екеуі алғашқы әндерін жазып та үлгеріпті. Ән анау-мынау емес, ғашықтардың әнұранына айналған тарихы тереңде жатқан ғашықтар әні. Көне туындыны орындау үшін халық әртісі Мақпал Жүнісовадан арнайы рұқсат сұраған. Ең басында бұл әнді жазар алдында Мақпал апайға звондадым. Мәке осындай концерт болайын деп жатыр, орындаса қалай рұқсат бересіз ба деп. Себебі қазір авторлық Мақпал Жүнісова апайға звондадым. Рұқсатын алдым. Себебі қазір заңды бұзуға болмайды. Звондап едім, рұқсатын берді. Бірақ Кеңес Дүйсекеев ағамыздан рұқсатын ал, міндетті түрде деп. Хабарластық, Рауза хабарласты ол кісіге. Рұқсатын берді ол кісі де. Мақпал апай айтты: орындасаң орында, бірақ бүлдіріп алсаң аямайым деді. Көңілге жырды ұнады сенбегенде, жүрекке сырды ұнады сенбегенде. Кеудеме бір ғажайып шаттық орнап, өмірде құлпырады сенбегенде. Бір айта кетерлігі, Ринат Тәттібай әнші емес, әншілердің пиар менеджері болып танылған еді. Десе де әу демейтін қазақ жоқ дейтін қатардан өзін тапқан экс-журналист киелі сахнаның қадірін бір кісідей-ақ білемін деп қалды. Басында қобалжыдым, қорықтым. Енді оңай нәрсе емес. 3 мың, 5 мың, 20 мың адамның алдына шығу өте бір қорқынышты зат, өте андай бір сабырлықты қажет ететін дүние. Сахнаға шығу өте қиын екен. Әншілермен көп жұмыс жасаймыз ғой, сыртта тез сахнаға шық, тез ана киімді ки, мына киімді ки деп. Сәл қобалжып тұрмын дейді да, енді көп әншілер. Неменесін қобалжиды? Өзінің әндері, күнде үйреніп қалған сахналары деп ойлайтын. Сөйтсем қорқатын нәрсе бар екен, мысыңды басып тұрады екен. Әншіден аяқ алып жүре алмайтын қоғамда неге бұл тізімге қосылдыңыз дегенімізге Ринат мырза былай деп жауап қатты. Ән адамды рухани емдейді ғой. Жақсы ән неше түрлі сезімдерге бөлейді. Жақсы ән. Адамдар енді азық етеді шығар сол әннен. Бір энергия жинайды шығар деп ойлаймын. Ән деген жақсы нәрсе ғой жалпы. Енді әншілер көп болған, енді рас сол. Әншілер қазір көп, мойындау керек. Енді әр әншінің өзінің жанкүйері бар, тыңдарманы бар. Жақсы ән жерде қалмайды. Қазақ сахнасында өзіндік қарапайым болмысымен шығып жүрген Рауза Аман өнердегі жұбына дән риза. Өйткені осылай дуэт болу арқылы басқаша тың туындылар әкелетініне сенімді. Болашақта жоспарлар өте көп. Өйткені біз әр жанрда жазғымыз келеді қазір. Енді қазір білесіз ғой, бір каналға басқа өлең, бір каналға басқа өлең деген сияқты арнап жазу керек. Сосын кейін тойларға, сосын кейін енді жоспарымыз көп, бейнебаяндар түсіреміз деген. Кім ән айтса да қазақтың сахнасы кең, бәріне орын бар. Тек ұлттық өнердің мәртебесі биік болсын. Біздің YouTube-тағы арнамызға жазылып, қызықты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Арай Жұмашқызы, Бекболат Әлімқұлов, Headliner.